Жер – ол алып шар. Оның ортасында не бар? Немесе тағы сондай сұрақтардың жауабы әзірге белгісіз. Осындай сұрақтардың жауаптарын іздеу мақсатында 1970 жылдары Көл шұңқыры қазылған болатын. Қазу жұмыстары 1991 жылға дейін жалғасқан. Қазуды тоқтатқан нәрсе мынау. Бұл 12 километр тереңдіктегі арнайы диктофонмен жазылған дауыс. Кейбір адамдар бұл дауыс жердің астындағы тозақтың дауысы десе, басқалар тек қана жер астындағы процестердің дауысы деп есептейді. Бірақ сонда да бұл шұңқыр ел арасында тозаққа апаратын жол деген атаумен таралып кеткен. Бірақ та бұл шұңқырды қазу барысында адамдар жер сферасы туралы шамалы болса да анықтап білді. Адамзат тарихында адам баласы ешқашан 4 километрден төмен түспеген. Бұлай деуіміздің себебі, оңтүстік Африкада орналасқан ең терең шахтаның өзі 4 километрге әрең жетеді. Енді адамның жердің бір бетінен екінші бетіне өтуі үшін шамамен 20 000 километр жол жүреді. Егер жердің ортасынан келесі бетіне дейін қазса, бұл жолды 12 000 километрге дейін қысқартуға болатын еді. Енді елестетейік, сол шұңқырдан сіз құласаңыз, жердің келесі бетіне дейін 45 минут жол жүретін едіңіз. Және сіздің ең үлкен жылдамдығыңыз жердің дәл ортасына, яғни секундына 8 км жылдамдықпен жүріп өтер едіңіз. Бірақ бұл адам сенгісіз факт. Өйткені жердің дәл ортасында гравитациялық күш бар. Сондықтан жердің ядросынан өткеннен кейін сіздің денеңіз қайтадан сол ядроға тартады да тұрады. Нәтижесінде сіз шексіз уақыт жердің ядросының бір бетінен екінші бетіне құлап тұра бересіз. Сонымен сізге видео ұнады деген ойдамын. Келесі видео не туралы көргіңіз келеді, комментарийге жазып кетіңіз. Видеоны ұнаса лайк басыңыз және тіркелуді ұмытпаңыз.